Рахмет сотқа қатысушылар. Бүгін Шынасыл Абзал Нұрғалиұлы, Сәкиев Равиль Магомедович, Белгожаев Шыңғыс Айдосұлы, Әскентай Дархан Баялханұлы, Ильясов Нұрқияс Төлетбекұлы, Тоқтабаев Азамат Маратбекұлы, Тоқтабаев Нұрбол Маратбекұлы, Қаляхмет Дидар Еркінұлы және кәмелетке толмаған Ысқақ Думан Қайдарұлына қатысты айыптау актісінің мәні жарияланады. Атап айтқанда, 03-10-2024 жылы түнгі 23 сағат 22 минут шамасында Әскентай Масан күйде бола тұра Алматы облысы Талғар ауданы Талғар қаласы Менделеев көшесі номер 13 мекенжай бойынша орналасқан қамажай дүкеніне кіріп, сол дүкеннен 3 бөтелге кружка свежего сырасын және 4 дана темекі алып, өзінің танысы кәмелетке толмаған Асқарбекке WhatsApp мессенджері арқылы төлемақы жасау үшін хабарласып, дүкеннің сөресінде жазылып тұрған Калтаеваның абоненттік нөміріне тіркелген Жұмабике К. Каспий есепшотына 1000 теңге аударым жасауды өтінген. Ал Асқарбек өз кезінде Әскентай берген нөмірге өзінің анасы Калтаева С. атына тіркелген Каспий есепшотынан 1000 теңге аударым жасап, электронды чекті соңының WhatsApp мессенджеріне беріп жіберген. Әскентай 03-10-2024 жылы 23 сағат 25 минутта сатушы Нұрымовқа 1000 теңге аударым жасалған растайтын электронды чекті өзінің Samsung маркалы ұялы телефоны арқылы көрсетіп, сонымен қоса қолма-қол 1000 теңге берген. Өз кезегінде Нұрымов 1000 теңгеден Әскентайға 530 теңге қалдық ақшасын қайтарып, өзара қол соғыстырып, соңғы дүкеннен шығып кеткен. Арада уақыт өте, яғни 03-10-2024 жылы 23 сағат 33 минутта Қамажай дүкеніне Нұрымовтың баласы кәмелетке толмаған Полат кіріп, дүкеннің ішінде ұялы телефон қуаттағышқа қойып телефон қарап отырған. Әрі қарай 03-10-2024 жылы 23 сағат 47 минутта Әскентай Қамажай дүкеніне қайта кіріп, Нұрымовқа өзінің Samsung маркалы ұялы телефонын қуаттағышқа қоюды өтініп, ұялы телефонын ұсынған. Нұрымов ұялы телефондық кассада орналасқан қуаттағыш көзіне қосқаннан кейін Әскентай сыртқа шығып дүкен алдында тұрған. Осы жағдайдың барлығын кәмелетке толмаған Полат дүкеннің ішінде бола тұра байқап, көп ұзамай 03-10-2024 жылы 23 сағат 50 минутта дүкеннің ішінен сыртқа шығып, дүкен алдында Әскентайдың іс-әрекетін бақылай бастаған. Осы сәтте Әскентай дүкенге қайта кіріп, қуаттағышта тұрған жоғарыда көрсетілген ұялы телефонын алып, сыртқа шығып, дүкен алдында сырасын ішуді жалғастырған. Осы уақытта, яғни 03-10-2024 жылы 23 сағат 52 минутта кәмелетке толмаған Полат өзінің әкесі Нұрымовқа қатысты Әскентай балағат сөздер айтты деген болмашы себепті пайдаланып, Қамажай дүкеннің алдында тұрған Әскентайдың оң жақ көз тұсынан 2 рет жұдырықпен соққы жасаған. 09-12-2024 жылғы номер 493-2892 қосымша сот медициналық сараптамасы қорытындысына сәйкес, Әскентайға көптеген ескірген оң жақ бет сүйегінің үгітілген сынығы, оң жақ параорбитальды қанталау түріндегі орта дәрежедегі дене жарақаты келтірілген. Бұл мән-жайды дүкен есігінен бақылап тұрған Нұрымов көріп, бірден сыртқа шығып, өзінің баласы кәмелетке толмаған Полатқа ескерту жасап, дүкеннен су алып, Әскентайдың жарақатынан аққан қанды жууға көмектесіп, баласының әрекеттері үшін Әскентайдан кешірім сұрап, денсаулығына келген зақымды өтеп беретіні туралы айтып жеткізген. Алайда Әскентай Нұрымовпен келтірілген кешірімге құлақ аспай, орын алған жағдайды егжей-тегжейлі шешу үшін Қамажай дүкенінің алдына өзінің танысы Тоқтабаевты ұялы телефон арқылы хабарласып, сол жерге шақырған. Осы уақытта Талғар қаласында орналасқан Эйфория кафесінде таныстарымен бірге демалып жүрген Тоқтабаев өзінің танысы кәмелетке толмаған Ысқақты алып, соңының басқаруындағы Volkswagen Golf маркалы мемлекеттік номері 039 AZX05 автокөлікпен 04-10-2024 жылы түнгі сағат 00:06 минут шамасында Қамажай дүкенінің алдына келіп, Әскентайдан орын алған жағдайдың мән-жайы туралы сұрастырған. Өз кезегінде Нұрымов Әскентайдың дүкенге адамдар шақырып жатқанын көріп, орын алған жағдайды шиеленістірмей шешуге көмектеседі деген оймен өзінің туған бауыр Гайпаевты ұялы телефон арқылы дүкенге тез арада келуін сұраған. Ал Гайпаев бауыры Нұрымовтың өтініші бойынша өз басқаруындағы Ravon Nexia R3 маркалы мемлекеттік номері 381 UHY05 автокөлікпен дүкенге жалғыз өзі келген. Әрі қарай Қамажай дүкенінің алдында Тоқтабаев, Әскентай сол уақытта келген Гайпаевқа наразылығын айта бастаған. Соңғы өзінің інісі кәмелетке толмаған Полаттың 16 жаста екенін, балалықпен көп нәрсені түсінбей Әскентайды ұрып жібергенін, оның әрекеттері үшін өзі кешірім сұрап, Тоқтабаев пен Әскентайдың жанжал шығармай шешуге шақырған. Сонымен қоса мән-жайды толық білмей, Әскентайдың өзін кінәлап жасаған саудасы үшін 1500 теңге төлемей кеткенін айтқан. Өз кезегінде Тоқтабаев досы Әскентайдың кінәсін түсініп,
дүкеннің алдынан кәмелетке толмаған Ысқақтың басқаруындағы жоғарыда көрсетілген автокөлікпен досы Әскентаймен бірге кетіп қалған. Алайда жолда Әскентай Каспий арқылы Қалтаева С есепшотынан 1000 теңге төлем жасалғанын айтып, жоғарыда көрсетілген электронды чекті Тоқтабаевқа көрсеткен. Сол уақытта Нұрбол Тоқтабаев Әскентайдың жасаған саудасын толық өтегеніне көзі жетіп, өздерінің басымдылығын көрсету үшін сол ақшаны төлеп қойғандарын алға тартып, сатушы Нұрымов пен оның бауыр Гайпаевтың кешірім сұрап жағдайды жанжалсыз шешуге шақырғанына қарамастан, болмашы себепті теріс мақсатта пайдалана отырып, бұзақылық, яғни қоғамдық тәртіпті қоғамдық құрметтемеу анық көрінетін, азаматтарға күш қолданумен, барынша арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттер жасаумен ұштасқан аса қатыгездікпен бұзу мақсаты пайда болып, өздерінің әрекеттер заңға қайшы екенін түсініп, Қамажай дүкенінің алдына қайта оралған. Әрі қарай Тоқтабаев дүкенге кіріп, сатушы Нұрымовтан соңғы төлемдерді көрсетуді талап еткен. Ал Нұрымов анасы Кадированың атына тіркелген Каспий есепшотының соңғы төлемдерін көрсетіп, тек Светлана К атты есепшотына 1000 теңге түскені туралы айтқан. Сол жерде Тоқтабаев Нұрбол өзінің Каспий есепшотынан досы Әскентайдың төлемей кетті деп есептеген ақшасын, яғни 1500 теңгені Кадирова Ж есепшотына Нұрымовтың көзінше аударып жіберген. Осы уақытта Нұрымов дүкеннің алдында тұрған Әскентайдың әрекеттеріне ашуланып, яғни кешірім сұрап тұрса да, жанжал шығарғысы келіп, басқа адамдарды шақырып жатқанын көріп, оған деген жеке бас араздығы пайда болып, сол үшін дүкеннің кассасында тұрған асханалық пышақты алып, сыртқа шығып, Әскентайға қарай оқталған. Алайда кәмелетке толмаған Полат әкесі Нұрымовтың алдынан шығып, оны ажыратып ұстап қалып, оны тынышталдырып, дүкенге қайта кіргізіп жіберген. Осы уақытта Нұрбол Тоқтабаев, өзінің таныстары Азамат Тоқтабаев, Шынасыл, Ильясов, Сакиев және Белгожаев Талғар қаласында орналасқан Эйфория кафесінде отырған біліп, қоғамдық орында топтық төбелес орын алатын алдын ала біле тұра, және соларды қалап, соңғының ұялы телефонына қоңырау шалып, оларға Қамажай дүкенінің алдында Әскентайды жас бала ұрып жібергенін, сол баланың әкесі пышақпен оқталып жүргенін айтып, ескертіп, аталған дүкенге келулерін сұраған. Өз кезегінде Белгожаев, Азамат Тоқтабаев, Шынасыл, Ильясов және Сакиев алдын ала сөз байласып, адамдар тобын құрып, өздеріне еш қатысы жоқ болмашы себепті басшылыққа алып, спирттік ішімдік ішкен мас күйде бола тұра, бозақылық жасау ниеттерімен өздерімен бірге алдын ала пышақтар дайындап алып, осы әрекеттері заңға қайшы болатын түсініп, солардың болуын қалап, бұзақылық жасау ниеттерімен Қамажай дүкеніне бет алған. Атап айтқанда, Белгожаевтың басқаруындағы Mercedes-Benz 280 маркалы мемлекеттік нөмірі 985 BBT-05 автокөлікпен Азамат Тоқтабаев, Ильясов, Сакиев және олармен бірге жүрген қыздар Нұрбекова, Жақсыгелді Қамажай дүкеніне қарай шыққан. Ал Шынасыл Эйфория кафесінің алдында тұрған танысы Ашырбаевтың басқаруындағы ЗАЗ Шанс маркалы автокөліктің мемлекеттік нөмірі 783 Ева-05 автокөлігімен олардың артынан жүріп отырған. Осы көрсетілген соңғы адамдар Қамажай дүкенінің алдына келмей тұрып, сол уақытта кәмелетке толмаған Полат өзінің достары Сейсенбайды, кәмелетке толмағандар Ахмет Махметті, 2008 жылы туылған Алдияр Махметті және Майтұрсыновты қолдау білдіру үшін Қамажай дүкеніне шақырған. Оның шақыруы бойынша 04-10-2024 жылы түнгі 00 сағат 34 минутта кәмелетке толмаған Полаттың аталған достары жалдамалы автокөлікпен Қамажай дүкенінің алдына келген. Осылайша Қамажай дүкенінің алдына кәмелетке толмаған Полат жақтан келген жоғарыда атап өткен адамдар бір топ болып тұрған. Сол арада Қамажай дүкеніне сыра сатып алу ойларымен Кали Ахмет, Абдықадыр және Мұратов шеуі соңының басқаруындағы Hyundai Elantra маркалы мемлекеттік нөмірі 718 AGT-05 автокөлікпен келіп тоқтаған. Осы шеуі автокөліктен түсіп дүкеннің алдында топ-топ болып тұрған адамдармен амандасып дүкеннің ішіне кіріп кеткен. Осы соңғы шүгіттен кейін шамамен 2 минуттан соң, яғни 04-10-2024 жылы түнгі 00 сағат 38 минутта Қамажай дүкенінің алдына жоғарыда көрсетілген Mercedes-Benz 280 маркалы автокөлікпен Белгожаев, Азамат Тоқтабаев, Шынасыл, Ильясов, Сакиев және екі қыз Жақсыгелді мен Нұрбекова келген. Ал олардың артынша жоғарыда көрсетілген ЗАЗ Шанс маркалы мемлекеттік нөмірі 783 Ева-05 автокөлікпен Шынасыл келген. Оны жеткізіп тастаған автокөлік жүргізуші Ашырбаев қасындағы бірге жүрген досы Тілеубекұлымен оқиға орнынан кетіп қалған.
Осы жоғарыда көрсеткен тұлғалар келген уақытта дүкеннің алдында кәмелетке толмаған Полат, ағасы Гайпбаев, достары Сейсенбай, кәмелетке толмағандар Ахмет Махмет, Алдияр Махмет және Майтұрсынов тұрған. Екінші жақтан Нұрбол Тоқтабаев, Әскентай, кәмелетке толмаған Ысқақ тұрған. Ал дүкеннің ішінде Кали Ахмет, Абдықадыр және Мұратов үшеуі болған. Нұрымов болса дүкенге кіріп шығып жүрген. Әрі қарай алдын ала сөз байласқан Әскентай, Нұрбол Тоқтабаев, Азамат Тоқтабаев, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл адамдар тобы болып жиналып, сол жерде кездестірген өзара таныстары Кали Ахметті адамдар тобына қосып, өздерінің басымдылығын көрсету үшін бұзақылық, яғни қоғамдық тәртіпті қоғамдық құрметтемеу анық көрінетін азаматтарға күш қолданумен, не қолдану қатерін төндірумен, сондай-ақ барынша арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттер жасаумен ұштасқан аса қатыгездікпен бұзу мақсаттарымен қоғамдық орында, яғни көпшілік жүретін Талғар қаласы, Менделеев және Шота Руставели көшелерінің қиылысында орналасқан Қамажай дүкенінің алдында бола тұра, өздерінің заңға қайшы әрекеттерімен қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті, сонымен қоса, сол маңайда орналасқан тұрғын үйлерде тұратын адамдардың тыныштығын бұзатын біле тұра, дүкенге келуші басқа адамдардың жүргеніне қарамастан қоғамдық тәртіпті өрескел бұзып жатқандарын түсініп, солардың болуын қалап, қоғамдық тәртіпке елеулі зиян келтіре отыр, болмашы себепті пайдаланып, пышақтарды қару ретінде қолдану және қолдану қатерін төндіру арқылы дүкеннің алдында тұрған кәмелетке толмаған Полатқа, оның әкесі Нұрымовқа, ағасы Гайпбаевқа және досы кәмелетке толмаған Ахмет Махметке қатысты төбелес бастаған. Атап айтқанда, Шынасыл бірінші болып, Қамажай дүкенінің сол жақ бұрышында тұрған кәмелетке толмаған Махмет Ахметті жақ тұсынан жұдырықпен бір рет соққы жасаған. Соның салдарынан соңғы аталған дүкеннің қабырғасына басының артқы бөлігімен ұрылып, дене жарақатын алған. 10-12-2024 жылға номер 507-2996 сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес, бастың көгерген жыртылған жарасы түріндегі адамның денсаулығына зиян келтірмеген жарақаттар ретінде бағаланатын дене жарақатын алған. Төбелес басталған түсінген Сейсенбай, кәмелетке толмағандар Махмет Ахмет және Майтұрсынов үшеуі дене жарақатын алған Махмет Ахметті алып, оқиға орнынан Шота Руставели көшесімен солтүстік бағытта қашып кеткен. Қамажай дүкеннің ішіне кіріп кеткен Нұрымов дүкеннің қасында кәмелетке толмаған Махметті ұрған дауысты естіп, өзімен бірге кассадан асқаналық пышақты алып, дүкеннің алдына шыққан. Сол сәтте Кали Ахмет асқаналық пышақпен шыққан Нұрымовтың қолынан ұстап алған, ал Белгожаев Нұрымовтың әрекетін көріп, дүкеннің есігін аяқпен теуіп, Нұрымовты дүкеннің ішіне қайта кіргізіп жіберген. Осы уақытта Қамажай дүкенінің солтүстік батыс бұрышы және Менделеев көшесімен Қамажай дүкенінің арасында өсіп тұрған ағаштың ортасында қолына тегіс және бір ұңғылы 16 калибрлі аңшылық мылтық ұстаған тұлға сол жерде тұрып, аталған аңшылық мылтықтан Әскентайдың жақтастары тұрған жерде 2 рет оқ атқан. Атылған оқ дәрілердің біреуі Қамажай дүкеніне қарама-қарсы орналасқан Талғар қаласы Менделеев көшесі номер 12-ші үй 12-ші пәтердің қылтимасына тиіп, екіншісі Қамажай дүкенінің солтүстік шығыс бұрышында орналасқан Мясная лавка ғимаратының батыс қабырғасының төменгі бұрышына тиген. Әрі қарай топтық төбелес жалғасып жатқан кезде төбелеске қатысушы Шынасыл Қамажай дүкенінің сол жақ бұрышында Гайпбаевты және кәмелетке толмаған Полатты көріп, соңғы Әскентайға дене жарақатын келтірген адам ретінде, ал Гайпбаевты оның жақтасы ретінде көріп, олардан кек қайтару үшін екі немесе одан көп адамды өлтіру, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату мақсатымен өзімен алдын ала дайындап алып келген сабық қоңыр түсті ас пышағын қару ретінде пайдаланып, оларды қасақана қазаға ұшырату қылмыстық ой туындаған. Өз қылмыстық ойын жүзеге асыру үшін Шынасыл Қамажай дүкенінің солтүстік батыс бұрышында 04-10-2024 жылы 00 сағат 42 минут шамасында Полаттың көрінеу кәмелетке толмаған біле тұра, соңының әкесі Нұрымов және оқиға орнына сол сәтте жалдамалы автокөлікпен келген анасы Бешенбиеваның, әжесі Кадированың жүргендеріне қарамастан, олардың өздерінше аса қатыгездікпен, бұзақылық ниетпен өзінің әрекеттерінің қоғамға қауіптілігін ұғынып және солардың болуын қалап, кәмелетке толмаған Полаттың өмірлік маңызы бар органы болып табылатын сол жақ жүрек тұсына қасақана түрде бір рет жоғарыда көрсетілген ас пышағын сұғып алған. Салдарынан кәмелетке толмаған Полат өзіне сұғылмалы кесілмелі ауыр дене жарақат келтірілген сезіп, оқиға орнынан Шота Руставели көшесімен солтүстікке қарай қаша бастаған. Бірақ 45-50 метрден кейін денсаулығы нашарлап асфальтқа отырып қалған.
өз кезегінде Шынасыл кәмелетке толмаған Полатқа ауыр дене жарақатын келтірген түсініп, соның салдарынан соңғы отырып қалған көріп, оның алған дене жарақатынан қаза болғанын көзі жеткен. Әрі қарай топтық төбелеске қатысып жүрген Әскентай, Нұрбол Тоқтабаев, Калиахмет оқиға орнында атыс қаруы қолданылған естіп, өздерінің сыбайластары Шынасылдың, Азамат Тоқтабаевтың, Белгожаевтың, Ильясовтың және Сакиевтің пышақпен қаруланғанын көріп, яғни оқиға орнында пышақ қолдану арқылы бұзақылық орын алып жатқанына анық көздері жетіп, өздерінің бұзақылық әрекеттерін жалғастырып, жоғарыда көрсетілген сыбайластармен адамдар тобының құрамында әрі қарай топтық төбелеске қатысушыларын жалғастырған. Атап айтқанда, Қамажай дүкенінің сол жақ бұрышында Сакиев тергеумен анықталмаған сыраның әйнек бөтелкесін дене жарақатын келтіру мақсатында Гайыпбаевқа қарай лақтырып, алайда бөтелке соңға тимеген. Содан кейін ол жұдырықпен Гайыпбаевтың жақ тұсынан бір мәрте соққы жасаған. Сол уақытта Калиахмет өзінің қимылымен күш қолдану қатерін төндіріп, Гайыпбаевқа қарай қолмен соққылар жасаған. Алайда оның соққылары соңға тимеген. Ал Тоқтабаев, Азамат пен Ильясов өздерімен алдын ала дайындап алып келген тергеумен анықталмаған ас пышақтарын Гайыпбаевқа қарсы қару ретінде қолданып бірнеше рет сермеген. Бірақ соңғыға пышақ тимеген. Тек Азамат Тоқтабаевтың пышағымен сермеген әрекеттері салдарынан Гайыпбаевтың үстіндегі былғары күртешесі зақымдалған. Аталған жерде жоғарыда көрсетілген қатысушылардың біреуі сол уақытта дүкен ішінен шыққан Нұрымовтың бетінен әйнек бөтелкемен ұрған, ал Азамат Тоқтабаев тергеумен анықталмаған таспен Нұрымовтың желке тұсынан соққы келтірген. 11-10-2024 жылғы номер 207-24-18 сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес Нұрымовқа сол жақтағы жауырын асты аймақты сызат түріндегі адамның денсаулығына зиян келтірмеген жарақаттар ретінде бағаланатын дене жарақаты келтірілген. Сол уақытта кәмелетке толмаған Полаттың әжесі Кадирова Менделеев көшесі мен Шота Руставели көшелерінің қиылысынан Қамажай дүкеніне қарай бара жатқан кезде, оның алдынан Шынасыл шығып итеріп, арыққа құлатқан. Содан кейін Бишимбиева өзінің баласы кәмелетке толмаған Полаттың Шота Руставели көшесінің бойында асфальтта отырғанын көріп, соған қарай бармақшы болған кезде, оның алдынан Ильясов пен Шынасыл шығып, Бишимбиеваны екі қолынан білегінен ұстап алып жібермей қойған. 11-10-2024 жылғы номер 206-24-16 сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес, екі білегінің аймағында пайда болған көгерулер түріндегі адамның денсаулығына зиян келтірмеген жарақаттар ретінде бағаланатын дене жарақаттары келтірілген. Содан кейін Гайыпбаев інісі кәмелетке толмаған Полаттың Нұрған атаға маған бірдеңе сұғып алды деген дауысын естіп, Қамажай дүкенінің қасынан Шота Руставели көшесімен соңға жүгіріп барып, оның сол жақ қолтық астындағы пышақпен келтірілген сұғылмалы кесілмелі дене жарақатын ұстап көріп, жедел жәрдем шақыруды сұрап, скорый деп айқалап көмекке шақыра бастаған. Әрі қарай алдын ала сөз байласқан адамдар тобы, яғни Әскентай, Нұрбол Тоқтабаев, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл, Шота Руставели көшесінің бойында отырған Гайыпбаев пен кәмелетке толмаған Полатқа қарай барған. Сол сәтте Бишимбиева өзінің баласы кәмелетке толмаған Полатқа бірінші болып жетіп, соңғыны отырған жерінен құшақтап, топ адамдардың әрекеттеріне қорғай бастағанына қарамастан, Белгожаев кәмелетке толмаған Полаттың басынан аяқпен теуіп, өзімен алдын ала дайындап алып келген жиналмалы бәкі пышағының сабымен кәмелетке толмаған Полаттың басынан бірнеше рет соққылар жасаған. Ал Ильясов сол жерде жатқан жоғарыда көрсетілген 16 калибрлі аңшылық мылтықты жерден алып, аталған мылтықтың сабымен кәмелетке толмаған Полаттың басынан бір мәрте соққы жасаған. Алайда аталған соққысы Бишимбиеваның оң жақ қолына тиген. Бұнымен шектелмей, Ильясов өзінің әрекеттерін жалғастыра отырып, аңшылық мылтықтың сабымен сол жерде отырған Гайыпбаевтың басынан бірнеше рет соққылар жасаған. Осы уақытта Әскентай, Нұрбол Тоқтабаев, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл қолдарымен және аяқтарымен жерде жатқан Гайыпбаев пен кәмелетке толмаған Полатты ұрып соққан. Сол уақытта Шынасыл бастапқыда ойластырған өзінің екі немесе одан да көп адамды өлтіру қылмыстық ойын жүзеге асыру мақсатында сол кезде қасында тұрған сыбайласы Сакиев пен адамдар тобын құрып, бұзақылық ниетпен Гайыпбаев кәмелетке толмаған Полаттың ағасы екенін біле тұра, інісінің Әскентайды ұрды деген себепті басшылыққа алып, сол інісінің әрекеттері үшін бірге жауап береді деген пайымдап, Гайыпбаевқа пышақпен дене жарақаттарын келтіріп, оны қазаға ұшырату қылмыстық ойын туындаған.
Атап айтқанда, Шынасыл мен Сакиев адамдар тобы болып, Шота Руставели көшесінің бойында басқа қатысушылар жабылып, Гайпаев пен кәмелетке толмаған Полатты ұрып жатқанын пайдаланып, Әскентай, Нұрбол Тоқтабаев, Белгожаев және Ильясовқа қасақана адам өлтіру туралы қылмыстық ойларын айтпай, 04-10-2024 жылы түнгі сағат 01:02 мен 01:04 уақыт шамасында Шынасыл келіп, Гайпаевтың жамбасының құймышақ тұсына өзімен алдын ала дайындап алып келген сабы қоңыр түсті ас пышағын бір рет сұғып алған. Сол сәтте Сакиев тергеумен анықталмаған пышақты Гайпаевтың оң жақ жамбас тұсына 2 рет сұғып, дене жарақаттарын келтірген. Салдарынан Гайпаев сол жерде есінен танып, өмірлік белгілер бермей қозғалыссыз жатып қалған. Бұны көрген Шынасыл мен Сакиев өздерінің әрекеттерімен Гайпаевты қазаға ұшыратқандарына көздері жетіп, Mercedes-Benz 280 маркалы автокөлікпен оқиға орнынан бой тасалап кеткен. Ал Гайпаев тек ес-түссіз жатып қалған, кейін есін жинаған. 11-10-2024 жылға номер 447-2417 сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес Гайпаевтың берілген атына медициналық құжаттардың деректері бойынша келесідей диагноз қойылған. Жабық бас ми жарақаты, бас мидың шайқалуы, бастың маңдай бөлігіндегі жұмсақ тіндердің көгеруі және сызат, бастың желке бөлігіндегі қанталауы, кеуде мүшелерінің жабық жарақаты, екі шынтақ буындағы жұмсақ тіндердің көгеруі, оң жақтағы бөксе аймақтағы бірнеше сұғылған кесілген жара, оң жақ тізе буынының жұмсақ тіндерінің көгеруі, тікелей тексеру кезінде оң жақ бөксе аймағында сұғылған жаралар, бет, жоғарғы және аяқтардағы көгерулер мен сызаттар түріндегі дене жарақаттары анықталған. Жабық бас ми сүйек жарақаты, мидың шайқалуы, оң бөксе аймағындағы шаншылып кесілген жаралар өткір, шаншып кесетін заттардың әсеріне пайда болуы мүмкін және денсаулықтың 3 аптадан аспайтын қысқа мерзімді бұзылуының белгісі бойынша денсаулыққа жеңіл зиян келтіру деп сараланады. Бет, бөкселер, аяқ қолдардағы көгерулер мен сызаттар түріндегі дене жарақаттары қатты заттардың әрекеттерінен пайда болуы мүмкін және жәбірленушілерге, күдіктілерге және басқа тұлғаларға денсаулығына келтірілген зиянның ауырлығын анықтау мақсатында жүргізілетін сараптамалық зерттеу әдістемесінің 8-ші тармағына сәйкес аталған жарақаттар денсаулықтың қысқа мерзімді бұзылуына әкелмейді, яғни адамның денсаулығына зиян келтірмеген жарақаттар ретінде бағаланады. Алайда Шынасыл және Сакиев өздерінің адам өлтіру қылмыстарын өздеріне байланысты емес мән-жайлар бойынша ақырына дейін жеткізе алмаған. Осыдан кейін Нұрымов өзінің атына тіркелген Hyundai Sonata маркалы мемлекеттік нөмірі 434 BAX05 автокөлігіне баласы кәмелетке толмаған Полатты және Бауыр Гайпаевты салып Талғар ауданының орталық ауруханасына жеткізген. Іс бойынша жүргізген 01-10-2024 жылға номер 173 сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес кәмелетке толмаған Полаттың өлімі сол жақ өкпенің жоғарғы бөлігіне зақым келтіре отырып, сол жақтағы кеуде қуысына еніп, шаншылып кесілген жарақаты нәтижесінде дамыған ауыр қан жоғалтудан болды. Өлім 2024 жылдың 4 қазанында сағат 01:30-да Талғар орталық ауруханасында стационарында расталды. Мәйітті зерттеу кезінде келесі дене жарақаттары анықталған. Ішкі және сыртқы қан кетудің тудырған, сол жақ өкпенің жоғарғы бөлігінің зақымдануымен гематоракс, плевра қуысында 1500 мг көлемінде қанның болуы, сол жақтағы кеуде қуысына еніп, шаншылып кесілген, бұл өмірге қауіп төндіретін және жәбірленушінің өлімімен тікелей себептік байланыста болатын денсаулыққа ауыр зиян келтірді. Бұл дене жарақаты стационарға келгенге дейін шаншу кесу қасиеті бар заттың әсерінен туындаған. Сыртқы дене жарақаттары, сол жақ желке аймағында бастың шашты бөлігінің терісінің көгеруі, төменгі қабаққа және оң жақ зигоматикалық аймаққа ауысатын оң көздің ішкі бұрышында, оң қолдың артқы бетінде 3-ші саусақтың негізгі фалангасы деңгейінде, оң қолдың 2-ші және 3-ші саусақтардың арасының негізде, оң қолдың 4-ші саусағының негізде, оң көздің төменгі қабағында, оң жақта зигоматикалық аймақта, сол жақта мұрын ерін аймағында, оң білектің төменгі 1/3 бөлігінде алдыңғы бетінде, 5-ші саусақтың негізгі фалангасының сол жақ қолының артқы бетінде, оң жіліншіктің жоғарғы 1/3-ның сыртқы бетіндегі сызаттар, олар ауруханаға түскенге дейін тұйық қатты заттың күшінің әсерінен және жәбірленушілерге, күдіктілерге және басқа тұлғаларға денсаулығына келтірілген зиянның ауырлығын анықтау мақсатында жүргізілетін сараптамалық зерттеу әдістемесінің 8-ші тармағына сәйкес аталған жарақаттар денсаулықтың қысқа мерзімді бұзылуына әкелмейді, адамның денсаулығына зиян келтірмеген жарақаттар ретінде бағаланады және жәбірленушінің өліміне тікелей себепті байланысты емес делінген.